Бақсы деген кім? Оның қазақ медицинасының түп төркінімен қандай қатысы бар? Бақсы балгерлер жын-шайтандармен қалай күресті? Бақсылардың іс-қимылында медицинаға тән ерекшеліктер бар ма? Осы және бақсы балгерге қатысты басқа да сауалдар төңірегінде білгіңіз келсе, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорына үңіліп көріңіз. Бақсылар өзінің болжампаздық, көріпкелдік, құмалақшылық, сиқырлық, емшілік, ақын-сазгерлік ерекшеліктерімен халықты өзіне иландыру арқылы ұлттық медицинамыздың негізін қалыптастырды. Қазақтың ұлы ғалымы этнограф Уәлихановтың қазақтардағы шамандықтың қалдығы атты еңбегінде халық медицинасы жайлы мәселелер бақсы, балгер, елді аталған әйел бақсы, яғни діни сенімдер арқылы емдеу әрекеттерінің аражігі қазақтың ежелден бері келе жатқан наным сенімдерімен байланыстыра баяндалады. Бақсылардың наным сенім, пікір көзқарасы бойынша олар жын перілерінің көмегімен аурудың тууына себепші болған кәсіпқой күштер мен белгісіз әсерлерді, жағымсыз райларды қуады. Бақсылар өзінің ойынын іске асыруда көбінесе қыл-қобыз, домбыра, тағы басқа сазды, аспаптар мен аса таяқ, балта, қамшы, күрек сынды әртүрлі қару-жарақтарды пайдаланған. Бұлар көне халықтық наным сенімдер арқылы қалыптасқан бақсы балгердің атқарар қызметі саналады. Ендеше біз бақсы балгердің іс-әрекетінен медициналық негіздер іздеп көрейік. Бұл арада бақсылық сарынға мән берудің де өзіндік қажеттілігі бар. Атап айтқанда, ауру адамның рухани күйіне оң әсер ететін дыбыстық, қимылдық тосын жайлардың да өзіндік пайдасы болатыны анық. Музыканың құдіреті, тітіркендіріп емдеу сынды амалдар бүгінгі медицинада да бар. Бақсының басты қызметі емшілікке келетін болсақ, бақсы сырқатты емдеп қана қоймайды, оның өткені мен болашағына міндетті түрде болжам жасайды. Айталық, бақсының мына бір сарынмен айтатын жыр жолдарына үңіліп көрейік. Науқастанып қария, кез болыпсың аранға, жалғыз жатып ұйықтапсың, күздігүні сабанға, балаңменен екеуің бидай қаптап алғанда, ашық қалып бетіңіз, кірбіңдеп содан қалыпсыз. Тамақ жұқпай бойыңа, етің кетіп арыпсың, бола ма деп бір себеп, әр тәуіпке барыпсың, дүниеде жан тәтті, өлемін деп налыпсың, мен айтайын дауасын, ақала, можын, мүсәтір, талқандап бәрін аласың, бір қойыңды соясың, басқа тамақ қоясың, дәрменен боласың, өлемін деп қорықпа, айтып отыр жындарым, 85-ке барасың дейді. Болжам магиялық тәсілдерді қолданумен ғана шектелмейді. Бақсылар көбінесе тамырдың бүлкіліне қарапақ аурудың себебі неден болғанын және неге апаратынын айырады. Сөйтіп болжаушылық бақсы атқаратын негізгі міндеттердің бірі болып табылады. Бақсының негізгі міндеті адам бойындағы арамдықты, ауру дертті қуып, оны сауықтыру болғандықтан оның сан түрлі амалдарға баратыны белгілі. Тіпті бала көтермеген әйелдерге де оның сөзі жүреді. Тіпті бұзықтықпен жүрдің деп кейбір әйелдерді қамшымен сабайтын кездері де болған. Бақсы сарын жырын айтқанда болжау, көріпкелдік және аурудың шығу төркіні, оны емдеу амалдары бәрін айтады. Мысалы, төмендегі жолдарды көрейік. Көп болыпты бұл кесел. Жабысқалы өзіңе, көрсеткен айтайын. Құлағың сал сөзіме, бар сүйегің сырқырап, көрінер жаның көзіне, екі саның бастырмай. Салмақ түсер беліңе, абайламай кез бопсың, жынның жатқан жеріне. Анда-санда, шырағым, басың қатты шағады. Майға қосып құрт ішсең, бұның аздап жағады. Суық тисе денеңе, тырысып мойның қалады. Ескермесең бұрыннан, ұлғайып күнде барады. Оған дәрі айтайын. Боз бұға мен сер бұға. Зәптір деген дәрі бар. Анар менен жұмжыма. Үкіл мәлік 18. 40 болсын күш ала. Осының бәрін дайындап, соғымға сой бір тана. Аталған жолдардан байқағанымыздай, бақсы болжап білсе де, өз жиған терген тәжірибесі арқылы аурудың тууына себеп болған жайды, ауру белгілерін, оның емі сынды жайттарды түгел баяндайды. Бақсылардың тағы бір ерекшелігі дәрі-дәрмек дайындай білген. Бақсылар асқазан ішек сырқаттары кезінде әртүрлі дәрілер қолданады. Мысалы, асқазан ауырғанда рауғаш, апиын берген. Іш өткенде науқасқа жұпар жаңғағы шайының қою тұндырмасын, қарақат тұндырмасын берген. Қатты жөтел кезінде шайға немесе сорпаға салынған бұршақ сынды бұрыш тұндырмасын қолданған.
Қазақтың халық емшілері қымызды негізінен туберкулезді, қан астықты, жүрек қан тамыры және асқазан ішек сырқаттарын емдеуге пайдаланған. Жұқпалы ауруларды емдеуде халық медицинасының өз құралдары мен әдістері болған. Шайды терлету құралы ретінде пайдаланған. 19 ғасырдың соңында Қазақстанда жұмыс істеген орыс ғалымдары мен дәрігерлері бақсылардың адам анатомиясын білмесе де, күрделі хирургиялық оталар жасағанын жазып көрсеткен. Олар қуықтағы тастарды алған, сынықтарды, буынның таюын емдеген. Кесілген тұсқа жол желкен жапырақтарын, күйдірілген киізді немесе мақтаның күлін басқан. Түйнеме болған терідегі жараға ыстық су құйған, кейде ойық жараны қызып тұрған темірмен күйдірген. Жылан шаққан уын ауызбен сорып алып, жыланның басынан даярланған дәріні жараға басқан. Тәуіптер, емшілер, сынықшылар өз тәжірибесінде түрлі өсімдіктердің тамырларын, киік мүйізі және басқа құралдарды пайдалана білген. Бақсы өнеріне ерекше мән беріп, оны музыкант әрі ақын және емші ретінде бағалаушы этнограф ғалым Шоқан Уәлиханов ол былай дейді. Ол ақында, күйшіде, сәуегей және емші, 8 қырлы бір сырлы адам болған. Біздің кез келгеніміз ақын бола алмаймыз, сол сияқты қазақтарда да көрінген кісі бақсы бола алмайды. Ұлы бақсылар барлық ауруды жазалады, қарынды тіліп операция жасайды, әйелдердің аман есен босануына болысып, ал бастыларды рухымен сескендіреді, қуалайды, керемет ойындармен өзінің рухын шақырып, балашат. Шоқан Уәлиханов бақсылар хақында өз еңбектерінде осылай баяндаған болатын. Миллердің жазбаларында Ресей қазақ жерін отарлағаннан кейін 1868 жылы қазақ даласындағы бақсылық дәстүрге ресми түрде тыйым салынғандығы және мұның басты себебінің мұсылман дінінің кеңінен қанат жаюына жол бермеу және Қазақстанға жіберілген түрлі экспедициялық зерттеу топтарының бақсылық өнерге қарсы шығуы туралы деректер кездеседі. Патшалық Ресейдің қазақ даласын жаулау саясаты болсын, кейінгі Қызылдар үкіметінің өктемдігі болсын, бәрі де бақсы балгерлікке қатысты ұғымдар мен теориялық білімдерге мешеу діндік көзқарас тұрғысынан қарады. Бақсылық арқылы жүргізілген қазақ даласындағы сынықшылық пен оташылық, дәрі-дәрмек жасау тәсілдері және басқа да әдіс тәсілдер арқылы емдеу жолдары ескерілмеді. Кеңестік дәуірде жүргізілген орыстандыру саясаты жергілікті халықтың ұлттық сана сезімінің, тілінің және мәдениетінің дамуына жол бермеді. Ал қазіргі жағдайымыз қалай? Шындығында да тәуелсіздік алғаннан кейінгі жаңа зерттеу бағыттарында да бақсылық пен емшілік амалдары арасындағы байланысты тереңдей зерттеу мәселелері қарастырылмады. Сондықтан да тарихи бақсы балгерлеріміздің қоғамдық орны мен емшілік өнері, тылсым күштермен күресу құпиялығы сынды көптеген түйіндер шешусіз қалды. Қазақ медицинасының туу, даму бағыттарын сөз еткенде, бақсылық жолды немесе бақсы балгерлерді ескермей, жаңа зерттеу бағыттарын жасауымыз мүмкін емес. Діндік тұрғыдан емес, ғылыми мәні жағынан, құпия, сырлы қасиеттер мен емшілік ерекшеліктері жағынан олардың ашылмаған қырларын ашу, дәнін алып, қауызын тастау бүгінгі біздер үшін, зерттеу бағыттарымыз үшін аса қажетті тақырыптардың бірі саналады. Сіздердің тыңдағандарыңыз Мақсат медициналық орталығының басшысы, көрнекті дәрігер Мақсат Әбдіқадырұлының мұрағат қорынан алынған бақсы балгерлер хақындағы құнды мәліметтер. Құрметті тыңдармандар, біздің каналға тіркелсеңіз қазақ медицинасына тән болған көптеген құпиялықтар туралы құнды мәліметтер алатын боласыз. Ел аман, жұрт тыныш болсын, аяулы ағайын.